Өйткені мына арамшөптер жерден өсіп шығар кезде топырақтағы қанша біздің құнарлы элементтерімізді пайдаланды, азот қолданды, бұның құрамында калий бар, фосфор бар, және де микроэлементтер бар неше түрлі. Солардың бәрін біз қайтып топыраққа бергіземіз. Осылай қолданған кезде мынау шіріндіге айналады да, бұл жерде құрттар, бактериялар жұмыс істеп, мынауымыздан түк қалмайды, 2 аптадан кейін мынаның бәрі қорытылып топыраққа сіңіп кетеді. Өйткені жаңағы бактериялар, тірі бактериялар бұл жерде жұмыс істейді. Сол кезде осы пайдалы элементтерді біз топыраққа қайтадан қабылдатамыз. Ол бірінші пайдалы жағы, тағы бір екінші пайдалы жағы, мына жерге суды көп құймаймыз. Мынандай жабынды жатқан жерде, мына жердің топырағы кәдімгідей ылғалы көп, және де топырағы жұмсақ болып тұрады. Тағы бір пайдасы, үшіншіден тағы да бір пайдалы жерлерді, пайдалы жақтарының бірі, осындай